Ассалаумағалейкум достар, бүгін тағы жұмысқа шықтық. Құдай қаласа слотты қосып қойдым, термокороб фотоконтроль жасап қойдым. Мынаны күніге фотоконтроль сұрап тұрады, тексеріп. Тексеруден өткізіп қойдық, слотты қостым, бірақ соңғы кездері бір айдай болып қалды шамамен. Слот вообще жұмыс жасамай жатыр. Қосып көрейік тағы да слотпен. Слоттан сыртқа қарап жіберіп жатыр ғой. Так, пробег 5662 болып тұр. Бүгін 2 батарейкамен шықтым. Бүгін нормальный жұмыс жасау керек болып тұр бізге. Күтеген заявканы. Сағат 10:30 болып, бір нәрсе айтып өтейін деп. Слот деген сарымен белгіленіп тұр ғой. Сол территорияның ішінде жүру керекпіз біз негізі. Слот бойынша. Бірақ мені сыртқа жіберіп жатыр не. Көріп тұрмын не? Территориядан сыртқа шығып кетіп жатырмын тағы да. 1150 теңге дейді, ала салайын. Сағат 10:30, бірінші заявка. Наличными дейді. Міне. Бірақ жақын, расстояние жақын екен. 1100 теңгеге жақсы беріп тұр. Кетті мен да. Яндекс қой. Ага, көрерді. Талғат? Иә, Талғат. Райымбек 506-ға. Ошын біз дәрімізді алып шықтық аптекадан. Кеттік енді. Так, точка Б-ға жетіп келдім, магазин Мика. Магазин Мика на месте. Беріп шығайық затын. Ладно. Пожалуйста. 1150 теңге. Ушым затымызды алдық, 1150 теңгемізді алдық. Доставка. Заявканы завершаем. Күтеген келесі заявканы. 5 минутта алып кетіп садым болсын. Расстояние өте жақсы берді, жап жақын. Мына жерде мынандай бонус берді бүгін. 5 заявкаға 500, 10 заявкаға 1300, 15 заявкаға 2400 теңге. В общем, 30 заявка жасасаң 15000 теңге. Енді 30 заявка жасай алмайтынымыз анық. 15 заявка жасасақ жақсы болушы еді. 1350 теңгеге алайық. Бағорда жақ қошын, Шаңарақ жақ кеттік. Мынандай мосттан Бағордаға қарай өту керек бізге. Ең зайбал деген осы мосттың үстінен жүру. Велик 35 килограмм, запасной батарейка бар, плюс 10 килограмм, 45 килограммды лестницамен итеру керек жоғары қарай. Ең зайбал деген жұмысы осы. Кеттік енді, амал жоқ басқа. Так, Бағордаға келіп тұрмын міне. Екінші вход 85-ші бутик деп жазып алып шығайық затымызды. 85-ші бутик осы рядта болу керек. Ана жерде табличкада жазып қойған. Осы сияқты ғой, ана 91 дейді. 84, 86, міне 85. Затымызды алып шықтық. Осы бутик екеніне 85 кеттік онда. 1370 теңге оплата сол жақтан дейді. Получательден. Расстояние өте жақсы екен, жап жақын. 1370 теңге өте жақсы баға. Ошын 5 минутта жетіп келдім 1370 теңгеге. Мына жерде жүрді машинаға жиналып бір S100 бірдеңе бар ғой деймін. S100 сияқты мынау. Все, заказ завершил, 1370 теңге, братан от души деп 2000 теңге бере салды. Чаевый деп. Рахмет, рахмет. Осындай жігіттер көп болса екен, осындай клиенттер дейм. 2000 теңге бере салған ғой. Күтейік енді келесі заявканы.
Тағы бір заявка түсіп тұр. Бір емес, екі заявка екен. Бір точкадан, точка Адан, короче, екі заявка аламыз, екі тапсырма сразу. И міне осы жерлерге қарай таратамыз. Корпоративный екен. Асығудың қажет жоқ ондай заказға. Арзан болады бәрібір. Осындай қазақшалап өйстіп сыммен байлап қойғам. Телефон батарейкасы өліп жатса қойып қоятын. Кетейік енді жақсы. Точка Аға. Точка Амыз алыс екен. Ташкентскийға шығу керек екен. Ташкентскийден сәл жоғары. Жақын емес. Кеттік енді сонда да. Ана моста маған тағы да кесіп өту керек екен. Зайбал сондай мосттар. Адам өтіп бара жатыр ғой міне. Осы мост. Так, мен точка Аға келдім. Корпоративный заказ. Корпоративный заказ дегеніміз бұл мынау Каспийден сатып алынған дүниелер бар ғой. Соны егелеріне тарататын. Соны айтады негізі көбіне. Сондай заказдар корпоративный болып түседі. Ол заказдар өте арзан болады. Алып шығайын енді. Қазір заявкамызды алып шықтық. Каспий магазин екен действительно. Бірінші мына точка, одан соң мына точка. Ұзағымен қазір бір 1500 теңге ма сондай беретін шығар ма екі точкаға. Каспийде өткен жартып бермейді білемін мен. Платное ожидание. Қазір көрейік қанша шығарып тұрған. Жоқ, 2020 теңге екен, нормально екен. Ойлап едім, шлей арзан қылып жібере ма деп. Ой, кетен ендеше. Так, бізге 1360 теңге тағы бір заявка түсіп қалды, жаңа жолда келе жатып. Гранд парктен кіріп соғып алып өтеміз енді. Попутный дейді. Дұрыс болды. Так, Гранд парк 7-ші блокқа келіп тұрмын. Гранд парк 7-ші блок дейді. Бірінші этаж, джип. G-ряд, 3-ші бутик. Алып шығайық енді. Гранд парктың ішін көрмеген адамдар болса, міне осындай болады. Міне. Міне ортада аяқ киімдер. Осындай болады. Бізге 3-ші бутик керек. Бір. А мынау 3. Ушым алып шықтық біз аяқ киім екен. Кеттік точка Б-ға. Корпоративный заказ выбери. Бірінші корпоративный заказ екен. Ушым 42-ші квартира дейді. Мына жер жазып қойды 33-тен 49-ға дейін деп. Осау деймін. Қазір көрейік енді беріп. Осы сияқты кудок кетіп отыр. Что-то телефон алмай жатыр. Домофонды көтермей жатыр. Үйінде адам жоқ ау деймін. Алмай қалса жаман болайын деп тұр. Возвратқа азақ ақша төлейді, көп уақытын кетеді. Сондықтан бірдеңе қылып тастап кету керек болсын. Көршісіне болса да. Звондап едім, ашты. Тағы басып жіберіңізші домофон дейді. Тастап кетейік болды. Жақсы. Бұл заказ беріп қойдық. Келесі жаңа Гранд парктен алған заказымыз екен. Кеттік онда. Так, адреске келдім. Бір калиткасын ашу проблема. А жақта іштен бір адам шыққан күтіп тұрасың ғой общем. Қашан келмесе кейбір кезде болады. Жарты сағатта күтіп тұратын кездер. Ешкім шықпай қалады. Жаңбыр құйып тұрған кездерде. Ішіңнен боқтап тұрасың. Тастап шығайын жарайды жақсы. Мына жықын қараңыздаршы. Қандай әдемі салған.
Біз тапсыратын үй осы. 9054 адрес осы үйімне. Қалай әдем салған, Подъезд осы ғой деймін. Домофон істеп тұр. Ендігі бір сұрақ. 11-ші квартира қай этажда деген. Мына табличка бар ма екен, жоқ па екен, қарап көрейікші. Көбіне лифттің ішінде болады. Лифті кесін, қазір көрейік. Примерно 3-ші этажды баса салдым, жазылмапты. Табличка жоқ. Көрейік енді қазір үшті. 11-ші квартира. Осы сияқты ғой, 9-ды көріп тұрмын. Осы екен 11. Каспийға болады, я. Аха, 708, 628, 05, 87. Талғат деп шығады. 1460 теңге. 1460. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Болды, жақсы. Аман болыңыз. Осы шығатын кезде обязательно қай неден шығатындарыңызды біліп алу керек. Кейбір кезде Пладиннан шығатын жері. Кейбір кезде G деп тұрады. Бірді басасың, шығатын тесігін таппай жүрсің соң кейін. Ондай нәрселер талай бастан өткен. Кеттік, соңғы точка қалды. Соңғысы. Келіп тұрмын адреске, құдай қаласа. 20-ші квартира дейді. Сәлеміз. 0658. Так, по секунду. Так, 0658, да? Да. Угу. Все, жабылды. Күтейік енді келесі заявканы. Тоқта, слотпен жүру керек маған. Слотты қосып алайын. Все, слот қосылды. Рейтинг сразу көтерілді 58-ге. Күтейік енді заявканы. Так, заявка түсті. Высокий, 1150 теңге сверху. Қабылдайық мынаны срочно. Бірақ енді корпоративный дейді. Спец аптекадан. Бірақ енді энергияны жұтатын жер екен. Мұнан қараңыздар, таудың басына кетеміз. Кеттік онда. Ошын точкаға кетіп тұрмын, аптека. Сатымызды алып шығайық. Бұл аптека бірнеше рет келген мен өзім. Асты жағынан алды. Так, дәрімізді алып шықтық. Кеттік дейміз біз точкаға, баға, тауға қарай. Қанша шығып тұрген қызық болып тұр. Бағасын көріп 1101 бәле теңге үстіне қосылып тұрған. 2330 теңге екен. Бүгіндіктегі ең фаталог заявка осы олайын деп тұр ғой. Бірақ уақыт бар әлі кешке дейін. Мүмкін бұдан да қымбат заявкалар болып қалар. Кеттік. Қазір мынау Аль-Фараби мен Розбакиван қиылысында тұр, Меганың арт жағында. Тағы бір заявка түсіп қалды аяқ астынан. По пути екен. Алкоголь дейді. Мен мына точкаға бару керек болады. Мына жерге по пути жол үстінен тағы бір заявка түсіп тұр. Алып кетейік. Қанша шығады екен белгісіз, бірақ ақшасы жеткен кезде белгілі болады енді ол. Ошым адреске келіп тұрмын, барик. Алкоголь алып кету керек. Ошым бариктен пивамызды алып шықтық. 5 баклаш пиво салып жүрді. Кеттік онда. Ошым пиваны беріп шықтық. Біз енді соңғы адрес. Кеттік. Бағанағы дәріні. Жетіп қалдым, құдай қаласа. Пиво қанша шығарды екен, сол қызық болып тұр маған. Қазір беріп болып жауып көреміз. Қанша шықты белгілі болады. 15-ші квартира дейді. Қай неде екенін білмеймін. Сыртына жазылмапты.
Значит, ана подъезд болып тұр. Так, 3-ші этаж дейді. Подъездер әдемі екен. Код. Короче, екінші заказымызға біздің 400 теңге ма сондай ғана болыпты. Енді мына жағында заявка болады ма, болмайды ма, білмеймін, көреміз. Әдемі район екен. Жаңадан салынған үйлер ғой деймін. Бәрі жаңа үйлер. Мына жақта перестройка отыр, әлі бітпеген сияқты мынау. Заказымызды күтейік енді. Мына жақта түседі ма, түспейді ма, білмеймін. Негізі мына район кішкене суық екен, салқын. Әл-Фарабидан шамамен 4 километр жоғарыда жүрміз. Шамамен сондай. Қазір міне Әл-Фараби мына жақта, біз мына жақта. Заявка түсіп төменге қалаға қарай берсе дұрыс болушы еді. Мына жақта ұзақ тұрасың негізі. Күтеген сонда да. Өйткені біраз великтің энергиясын қорытып тастадым жоғарыға шам деп. Босқа төменге түспейік. Заказбен түссек дұрыс болар еді. Мына немене бәле? Не деген дауыс бұл? 70 теңге наличныймен оплата дейді. Кеттім онда. В общем, адреске келіп тұрмын. Мына үйді көрсетіп тұр, бірақ енді қай жері білмеймін, қазір звондап көруге тура кетіп тұр. В общем, маған осы неден шлагбаумнан әрі қарай Темірязға түсіп кету керек болып тұр. Мына Әл-Фараби. Да, осы жердің охранниктері кішкене біртүрлі ашпай өтіп кетейінсең, нихуя ашпайтын. Машина келеді, сол кезде ашады, сонымен қабаттасып кіріп қалуым керек. В общем, сондай понятие. Күтеміз енді, машина қай уақытта келеді. Кейбір кезде жарты саатта күткен кездер болған осы жерде. Басқа выход жоқ. Бар, ар жақтан айналып келу, ол өте алыс болып кетеді. Придется осыны күту керек. В общем, адреске келіп тұрмын, қазір береміз, құдай қаласа. Подъезд қараңғы екен. Бізге тағы бір заказ түскен. 1101 бәле теңге. 1600 ба, 2600 ба бірдеңке. 6-шы квартира дейді, 2-ші этажда, по-моему. Кеттік жақсы. Сәлеметсіз. 6-й квартира, да? Пожалуйста. Нет. Ага. Хорошо. Так, 708. 2200. Ага, 628 05 87. Талгат. 2200. Спасибо. Екінші заявкаға кеттік. Заказ 1982 дейді. Қаныш Сатпаева 1690. В общем, заказымызды алып шықтық. Лалу деген кондитерский торт сататын магазин, тәттілер. Кеттік 1690-ға. В общем, заявканы ағыл кеп тұрмын мен. Жаңа тортты сөйтіп әкеліп жатсам, тағы бір заявка түсіп қалды. Бағасы он пока көрінбейді. Осы жерде жақын ғана жер. Москва метрополитен, шамамен Абай Правда жаққа, Абай Алтынсарин қиылысы. Қазір звондап қойып шығам деген. Бере салымызға кетеміз екінші заявкаға. В общем, звондап тұр, мектептің алды жағында күтіп тұрмын дейді. Мектеп қайсысы екен енді бұл? Осы шар, осы жолмен жүріп көре берейік. В общем, заказ бердім. Мектебі мынау екен ғой. 1870 теңге шықты ожиданиясымен бірге. Кеттік келесі заказға. Заявканы алды, короче, кілт беріп жіберді. Үйде қызым қамалып қалды. Соны ашып, короче, құтқару керек. 1630 теңгеге шығып тұр бағасы. Кеттім. 7-ші тура кеппін ғой.
сыртынан өзіміз ашамыз, қыз қамалып қалған. Қазір сәлеміз міне келді. В общем, қызды құтқардық, есігін ашып шығарып жібердік, болды, кеттік. 1630 теңгесін алдық. Келесі заявканы күтеміз енді. В общем, жақсы заказ түсті қазір. 1250 теңге сверху. Расстояние де алыс екен. Кеттік онда. Заявканы түсіріп үлгере алмадым. В общем, АДК-дан түсіп тұр. 12-ші кассадан алып кету керек деп комментарий жазылыпты. В общем, біз АДК-дамыз. Кеп қалдық, сатымызды алып шығайық. Короче, заказ әрең алып шықтым. Осына код сұрап, кодпен, короче, проблемасы дофига болып кетті. 2510 теңге шығарып тұр. Шамамен 3000 теңгедей болады, платный ожидание әжептәуір жүріп кетті. Кеттім онда. В общем, ағайында батарейканың өлімі жақындап қалды. Батарейканы ауыстырып жүру керек болды. Осы заявкаға дейін жете ма деп едім, жетпейтін түрі бар екен. В общем, заявкамызды беріп шықтым мына неге. Жетінші этаж дейді. Нұрлытау. Ұмытып, енді есіме түсірді. Мініп түсу бір ғанимет қой маған. Этаждарында тоқтай береді. Зайбалым шығып кетеді. В общем, заявкамызды алдық. Алматы. Онесен торговый домнан кеттік. Осыдан кейін бір заказ орындаймын, сонымен қайтам жұмысым аяқталады. В общем, ағайындар, мен жұмысымды аяқтадым бүгін. Карситиға келіп тұрмын. Пробег осы 775. Бүгінгі табыс бізде бүгін жақсы, жаман емес, Аллаға шүкір. 13 заявкаға 23.000 теңге берді. Сағат 7:30 кешкі. Осы бүгінгі. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ертең өз жұмысыма барамыз, сменге. Ар күні бұйыртса, воскресенье күні кездесеміз.